Лайк басқаннан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бісміллә деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Соңғы ақпараттарды айтып жіберейік. Міне, қазірге дейінгі Ресейде өлген әскер осы бүгінге дейінгі 603 мың әскер өліпті. 603 мың әскер өліпті. Ал кеше бір күнде 24 сағатта өлген әскер 1210 әскер өліпті. Менің анау қайсы күнгі аудиолекциямды тараттым, оның видеосын салмадым. Аудиолекция видеосы мына Атажұртта емес, Нағыз Атажұрт каналында салынды. Сосын WhatsApp аудиомен тараттым бір лекция. Мен бұдан кейін сол ара-тұра аудио жіберіп тұрам. Аудио WhatsAppта жіберіп тұрам, естеріңізде болсын. Бәрін YouTube'ке сөйлемеймін. Сондықтан біздің WhatsApp канал, Telegram каналдың. Сол аудиода айттым. Аудио каналымда айттым. Күніне ең көп дегенде 1700-1800, ең аз дегенде 800-900, ал орта есеппен 1200-ден өліп жатыр. Тоқаев егер әскер жіберетін болса, Тоқаевтың жіберетін әскері максимал ұзаса 10 мың не 15 мың жібереді. Кәдімгі әскери жаттығу көрген қазақтың әскері 15 мың. Бірақ бізде халықты аңдитын киембі, полиция, жұлқығыш, аптазаққа тыққыш, ол 40 мың. Неге? Назарбаевтық, Тоқаевтық жүйе сырттан жау келеді деп, сыртқа бағытталған армияны неге аз жасақтады? Неге сырттан жау келмейді деп отыр? Жау қазақ деп отыр. Сондықтан қазақтың халқын аңдитын полицей біздің армиядан 5-6 есе көп. Ал 10 мың, 15 мың әскерді Тоқаев жіберсе, украиндер оны күліп ойнап кока-коласын ішіп, Макдоналдты KFC-ін жеп отырып, сол күніне 1000 әскерден өлтіретін Украин, ана қазақтан барған 10 мың, 15 мың қазақты 10 күнде ұзаса 15 күнде құрта салады. Міне кеше бір күнде 1210 Ресей әскері өлді. Енді оның қаншаусы орыс, қаншаусы шешен, қаншаусы өзіміздің қазақ, Ресейдің қазағы, қаншауы яқут сақа, қаншауы бурят қалмақ, қаншауы қырғыз, ана орыс қатындарға үйленіп Ресей азаматтығын алған қырғыз, қаншауы өзбек, жаңа палау пісіріп, қаңғып барып, сосын орыс қатындарды ұнаққа алып қалған өзбек. Өткенде қалың Өзбекстанның жұмысшысының видеосы тарады. Бәрін бытқытып соғысқа жіберіп жатқан. Өзбекстансың ба, біліп бәтті. Соғысқа қолына қару беріп, біраз жаттықтырады, дайындап жібереткен. Аналар аңырап, үндеу тастап жатыр мысалы. Міне, орыстар сөйтіп жатыр. Аяп тұрған жоқ. Енді 1210 Ресей азаматы кеше өліпті соғыста. Ресей әскері. Енді қазір мен анализімді, ана аудиолекциямды айттым. Мен жерде 1 минут сөйлеселем. 10 мың не 15 мың қазақтың әскері бір айға жетпей өледі. 10 күнде де 15-ақ күнде өлтіреді. Оны орыстар тек қана алдыңғы шепке жібереді, ең қауіпті жерге. Ал 10 мың, 15 мың қазақ өлсе, есептей бер. 10 мың қазақ дейікші, оның 20 мың әке шешесі бар. Оның 20 мың ата әжесі бар. 20 мың нағашы ата нағашы шешесі бар. Қайын жұрты болса 20 мың қайната қайненесі бар. Міне, 20 мың балдызы бар, 20 мың апайы бар, 20 мың қарындасы бар, жаңа 20 мың інісі бар, 20 мың ағасы бар. Енді ең жақын 5 досы бар десең, 100 мың досы бар. Сыныптасы десең, жаңа бір сыныпта 30 бала десең, жаңа 10 мың қазақтан 30 бала десең, 300 мың сыныптасы бар. Университет оқыған болса, онда кет, 300 мың несі бар. Ең қазақтың той жасағанда 300 қазақ жиналады. Қарапайым стандарт қазақ. 300 туыс ол, анау мынау. Сонда 10 мың қазақты 300-ге көбейтші. 3 миллион қазақ оның нәзіріне жиналады. 10 мың қазақ өлсе, әр қайсы өлгенде, әр қайсының жеті нәзіріне жиналады, 40 нәзіріне жиналады, Мына оңтүстікте сарттар көп жақта жаңағы 80 деген, 40-ның 2-40 дегені бар. Батыс жақта 100 күндік деген бар мысалы, жиналады. Ал сонда 10 мың қазақтың нәзірі өтетін кезде, әр қайсының 300 туысы бар десең, 10 мың, 3 миллион қазақ болады. Бүкіл Қазақстанда молдалар байыды. Құран қатын түсіру керек, 7 нәзір беру керек, дұға қылу керек. Ан жақта таныс періштелер бар, айтып қойып, ана жақта таныс періштелер арқылы жақсы жәннатқа кіргізіп қоямыз ғой. Таныс періштелер жетеді деп, молдалар байыды мысалы. Сондықтан мына алаяқтар, қулар, енді елді алдап ақша табатындар, 1-2 сүре жаттабасаңыздар, мүмкін молдалар үлгірмей қалса сіздерге пайда шығар енді. Міне. Молда екендер тегін істемейді ғой. Айтады, қатын бала-шаға бар дейді. Сосын оны жуындыру керек дейді. Оны жаңағы кебіндеу керек дейді.
Мысалы, мен бала күнімде кісі жерлеуге қатыстырды мені. Бала. Қалай жуындыруды көрдік. Қалай кебіндеуді білеміз біз. Біз білеміз. Біз. Ол заманда сұмдық, ол тек молданың бизнесі емес, кез келген қазақ білетін. Кез келген қазақ жуындыра алатын. Мәйіт суын қалай бергенді білет, қалай жуындырғанды білет, өлген адамды қалай тақарат алдырғанды білет, қалай оның жаңа киім кебіндегенді білет. Білетін. Сонда екі қазақтың бірі емес, кез келген еркек білетін оны. Әйелдерге де үйрететін кемпірлер. Ай, бәленше, кел. Ай, сен бала жүктісің, шошық қалма. Кел. Соны десе, ұрс, өлмейсің ба сен? Сен өлмейсің ба? Үрін деп тұрып кемпірлерді де, әйелдер өлгенде сол кемпірлер жуындыратын. Ол қазақ орта солай болатын. Ол толка лицензионный молдалардың бизнесі емес болатын. Оны біліп алыңдар қазақтар. Міне. Енді қараңдар. Тоқай әскер жіберсе, 10 мың қазақ өлсе, мен қуанып тұрған жоқпын. Ол 10 мың қазақ деген 10 мың аға, 10 мың бауыр, 10 мың құда жегжат. Ол деген сөз Қазақстанда 3 миллион қазақ қаралы болады. 3 миллион қазақ қаралы. Бүкіл Қазақстанда өлім, жаназа, нәзір болады. Тоқай содан қорқып отыр. Жібермейін десе, тағынан қорқып отыр. Неге? Путиннің қолында Ивангали Тасмағамбет дейтін бір қазақ отыр. Ивангали Тасмағамбет. Ивангали Тасмағамбетовті Тоқаевтың орнына қоя салады. Төңкеріс жасасын. Енді Тоқаев қайтты, қорықты. Ивангалидің артында кімдер тұр? Ивангали Тасмағамбет Совет кезінде, сосын Назарбаев оны Алматының әкімі қылып қойғанда, одан премьер болғанда, ол жазған кітабын ешкім оқымайтын. Совет құлағаннан кейін жетім бала құсап қалған қалың ақын жазушы, анау-мынау жаңағы Бытчытбай мен Бытчыткүлдің махаббатын жазатын жазушылардың кітабын шығарып берді. Сосын жетім бала құсап, далада қалып қалған олардың бәрін Алматыдан квартира берді. Ивангалидің артында интеллигенциялар тұр. Кімдер тұр? Совет сасыған интеллигенциялар тұр. Ивангалиді жақсы көрді. Неге? Бір ол қазақ тілді. Таза қазақ тілді. Екіншісі оның шешесінің бет-беделі бар. Үшіншісі ол показуханы қатырады. Бірақ ол тап-таза жаңа Аронды өлтірген, түрмеге қамаған, шаңырақты, бақайды шашқан, мынау Іле Алатау паркын жаңа телім қып байларға сатқанның өзі. Күйеу баласы да миллиардер ме бір бәле мысалы. Ол сондай адам. Ал қазір ол ОДКБ-ның Путиннің қолындағы бір құралы болып отыр. Ал Ивангалидің артында енді тайпашылдар тұр. Қазақ тайпашылдықпен ауырады. Мысалы, нағыз шын қазақ рушыл болмайды. Нағыз шын қазақ рушыл болмайды. Рушылдықпен ауырған қазақ ешқашан ұлтшыл болмайды. Мен сіздерге айтайын. Кімде-кім тайпасының туын көтерсе, ол ешқашан қазақты сүйе алмайды.